Президентimiz Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жолдауы да бұрынғы жолдауларымен өзектес. Ең алдымен елдің әлеуметтік экономикалық дамуына, халықтың тұрмыстық хал-ахуалының артуына, отаншылдық сезімді, патриоттық сезімді арттыруға, сол арқылы жаңа ұстанымдағы азаматтарды, әділетті азаматтарды, адал еңбек ететін азаматтарды қолдауға және тәрбиелеуге жете көңіл бөлді. Біздің алдымызда тұрған басты міндет ол елдің хал-ахуалын арттыру деген президентіміз ең алдымен мына орта бизнесті дамытуға ден қойды. Орта бизнес дегеніміз ол халықтың небір топтарының елді дамытуға, өз кәсібін ұштауға, демек өзінің адал еңбегі арқылы отанның қуатын арттыруға қосатын үлесі. Біздің еліміз бойынша қазіргі таңда орта бизнестің үлес салмағы 7% екен деді. Біз енді соны 15%-ға жеткізуіміз керек деді 28 жылға дейін. Ол енді қолдан келетін дүние деп есептейміз. Президентіміз барлық шаралардың кезең-кезеңімен жүзеге асып келе жатқандығын баса айтты. Ең алдымен құлағы түрік мемлекет, яғни халықтың айтқан талап тілектеріне, мұң-мұқтажына ден қоятын және соны тез арада жүзеге асыруға күш салатын мемлекеттің қалыптаса бастағандығын, қазіргі таңда жалпы билік пен халықтың арасындағы, тұрғындардың арасындағы диалогтың, яғни өзара сенімнің қалыптаса бастағандығын атап өтті. Шынында да солай. Бұрынғыдай әлгі талап тілекті орындағанда мұрындарын шүйіре қарап төрешілдік көрсететін әкімдер жоқ. Әкімдер қазір белгілі кестеге сай аудан-аудан, қала-қалаға барып халықтармен жүздесіп істің нақтылы жағдайын біліп отырады. Міне бұндай кезде әрине көп мәселелер көтеріледі. Оның шешімін табудың жолдары бірігіп отырылып әңгімелеседі. Бірігіп отырылып қорытындылады. Сол арқылы ертеңгі күнгі қабылданатын шешімнің нақтылығына, яғни өмірмен байланыстылығына жете мән беріледі. Біз соны көріп отырмыз. Президентіміз халықтың тұрғын үй мәселесі, мынау әлгі несиелерінің көбейіп отырған мәселесі, әсіресе бәрін толғандыратын жол мәселелеріне ерекше тоқталды. Тіпті осы Жетісу облысының қазіргі даму барысынан да байқап отырмыз, үйлер көптеп салына бастады. Соңғы 2 жылдың көлемінде Талдықорғанның өзінде облыс орталығында қаншама жаңадан ықшам аудандар бой көтерді. Қаншама тұрғындар қоныс тойын тойлап өздерінің пәтер алсақ, жеке басымызға баспана болса деген арман мақсаттарына жетіп отыр. Сол секілді мынау жол қиыншылығын жүрген білет дейді. Ауыл-ауылдардағы жол, аудан мен облыс аралығындағы жол, мынау республикалық жолдар, Алматыдан бастап олатын, сонау Семей, Шығыс Қазақстанға дейін баратын, өзімізге қатысты айтсақ Алакөлге, демалыс орнына, шомылу орнына баратын жолдар салынып, бұрынғыдай емес, қазір 2 есеге жуық елдер уақытын үнемдеп жатыр. Сол секілді аудандардағы елді мекендер арасындағы жолдар да бүгінгі күн талабына сай салынып жатыр. Біз оның бәрін көріп отырмыз. Көріп отқаннан кейін әділетті Қазақстанның шын мәнінде әділетті екендігін, халықтың жағдайын жақсартуға небір бұрын түсімізге де енбеген шаралардың жүзеге асырылып жатқандығын көріп отырмыз. Президентіміздің және бір айтқаны, мынау ауыл шаруашылығын дамыту. Ауыл шаруашылығын дамытуда көз бояушылыққа жол бермеу. Мысалы, ол кісі айтады, тексеру барысында 2 миллион ірі қараның, 3 миллион ұсақ малдың тек қана қағаз жүзінде көрсетілгенін
bildirip отыр. Бұл нені білдіреді? Бұл деген жаңағы қағаз арқылы мал санын арттырып, мемлекеттен заңсыз субсидия алуға келіп тірейді деді. Міне осының бәрін қайта қарап, нақтылы еңбек етіп отырған, нақтылы мал санын арттырып, мал өнімін өндіріп отырған шаруа қожалықтарына субсидия беру мәселесін реттеуді талап етті. Ендігі бір баса мән бергені ол мынау салық жүйесін дамыту. Салық жүйесінің жалпы адамдармен, мынау кәсіпкерлермен, өзге де саладағы салық төлеуші мекемелермен өзара достық, өзара сенім жағдайында еңбек етуіне, қызмет жасауына мән берді. Міне сондықтан да жаңадан жасалып жатқан салық кодексінің жобасын енді 1 жылға шегерді. Халықпен ақылдасыңдар, пысықтаңдар, айтылатын ұсыныс тілектерін қабылдаңдар деді. Бұның өзі тек қана біздің отандық бизнесті дамытып қана қоймайды, сонымен бірге шетелден инвестиция тартуға, мол қаржы тартуға кең жол ашатын бір тетік деп есептейміз. Енді бүгінгідей әлемнің дене қызуы көтеріліп тұрғанда, білегі жуандар өздерінің белден басып күштерін көрсететін заманында, оның үстіне экологияның бұзылып, ғаламдық жылыну процесі басталған тұста, өз елімізде энергетикалық қуатты арттыру, мына су ресурстарын тиімді пайдалану, жерді тиімді ұқсатып пайдалану мәселелеріне тоқталды. Солардың ішінде энергетикалық қауіпсіздікке, яғни мемлекеттік қауіпсіздікке тоқталып өтті. Әлемдегі тәжірибеге сүйене отырып, біздің елде де атом электр станциясын салудың қажет екендігін, ол бүгінгі таңдағы күн тәртібінде мәселе екендігін айта келіп, алдағы 6 қазанда Қазақстанда атом электр станциясын салу жөніндегі референдумды өткізуге жарлық беретіндігін айтып өтті. Енді жер мәселесіне мысалы, еліміз бойынша көптеген миллиондаған гектар жер қайтарылып жатыр. Енді солар кімге беріліп жатыр? Қайсы бір жерлерде тіпті конкурстар өткізбей жеңушінен жалғасып, қайтадан беріліп жатқан фактілері бар деді. Бұндайға дереу тосқауыл қойып, жауапты адамдардың жауапқа тартылуы, кінәлі адамдардың жауапқа тартылуы баса айтылды. Президентіміз соңында қазақ елінің озық ойлы ел екендігін, сондықтан да біздің елімізде әділеттілік пен тәртіптің, яғни адамдардың қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі басты міндет екенін айтып өтті. Озық ойлы азаматтар парасатты болса, білімді, білікті болса, қоғамның да соған сәйкес түзелетіндігін, елдің еңсесінің көтерілетіндігін, жаңа тұрпаттағы адамдардың қалыптасатындығын баса айтты. Әрине, алда жоспарлар көп мәселелер шешімін тапты деді. Қаншама ондаған жылдар бойына қордаланып қалған мәселелерді шешіп келе жатырмыз, әлі де шешеміз. Біз әділетті Қазақстан бағытынан ешқашанда таймаймыз. Қазірдің өзінде қыруар іс атқарылды. Алдағы кезде бұдан да жемісті істердің тындырылатындығына халықты қайталай бір сендірді. Сондықтан да Қасым-Жомарт Кемелұлының бұл жолдауын біз елдің шын мәнінде жаңа Қазақстанды құруға деген ынта-ықыластарының артуына дем беретін тарихи құжат деп есептейміз.